Қазақстандағы автосалондар әбден есірді. Әсіресе Hyundai мен Kia. Осы маркадағы көліктерді алу ана мұхиттың астындағы асыл тастарды алумен тең. Салондарына барсаң көлік жоқ, тапсырыс берейін десең 30%-ын алдын ала төлем жасауың керек деген заң шығарып болған. Бұрын ондай болмаған. Осы сөзімді растау үшін Астанадағы автосалондардың біріне келіп жасырын камерамен түсіріп көрдік. Если для наличности, то нужно будет стать в очередь за него. Тоже 30% предоплаты делать от автомобиля и становиться в очередь. То нужно будет проводить $7 сами составим. Соответственно, ожидание от полугода и выше будет. Міне достар, өздеріңіз көрдіңіздер, автосалондар өздері ереже шығарып талап қоятын болған. Бұлар шынымен өз бетімен кетті ғой. Индустрия министрі Қайырбек Өскенбаев дәл осы жайтты біле ме екен? Мынау сіз айтып отырған мәселе шынында да мен де естідім. Қазір жаңа ноу-хау дейді, автосалондар сондай өзгерістерді енгізіп жатқан. Қазір біз мемлекеттік басқа органдармен кімнің құзыретіне қарайды екен ақылдасамыз, сосын барып ресми түрінде өзі жауабымызды береміз оларға. Ал енді көліктің өзінің жоқтығына келейік. Халық іздеген Hyundai мен Kia Қазақстанда жоқ. Машиналардың тапшылығы туралы индустрия министрі не дейді? Мен суббота күні, сенбі күні сол Қостанайда бір жиналыс өткіземін. Сол кезде нақты содан мен айтуға тырысамыз. Ал жеңілдетілген 4%-ық автонесие бойынша көлікке қол жеткіңіз келсе, оған да кезекке тұрасыз. Ол жерде алдыңызда кем дегенде 2000 адам болады. Алайда менеджерлердің айтуынша алдымен қолма-қол ақшаға алынған көліктер сатылады. В общем, қысқасы, осы жағдайды пайдаланып автосалондарда халықты қанап қалудың жолын жасап жатқан секілді. Енді ертең, яғни 10 желтоқсан Қайырбек Өскенбаевтың Қостанайдағы жиналысының соңын күтеміз. Тағы қандай сылтау айтар екен? Өмір көрсетеді.